Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен джент дайындаймыз. Өте дәмді, және де дайындалу жолы өте қарапайым, өте оңай. Әсіресе осы ораза айында жиі дайындаған дұрыс, таптырмайтын десерт деп айтар едім. Өте тойымды болады. Сіз өздеріңізге, қонақтарыңызға ұнайтынына 100% сеніммен айта аламын. Себебі мен бұл рецептпен біраз жылдан бері дайындап келемін. Өте дәмді шығады. Ең бірінші талқанымызға қант және де мейіз, жержаңғақ барлығын салып араластырамыз. Мейіз қоспасаңыздар да болады. Жержаңғақтың орнына кәдімгі жаңғақ қосуға да болады, өз қалауларыңыз. Ерітілген майымызды құямыз. Майдың орнына маргарин де қоссаңыздар болады, бірақ маймен осындай ерекше дәмді болып шығады. Тура видеодағыдай толыққанды араластырамыз. Формаларымызды алдын ала мен дайындап қойдым. Жартысын осындай формаларға дайындаймын. Қалғанын кәдімгі пакетке салып қатыратын боламын. Формаларымызға барлығын салып шығамыз. Формаға салған кезде кішкене тығыз салған дұрыс. Себебі тоңазытқыштан алған кезде дженттеріміз дұрыс формасын ұстамай қалуы мүмкін. Әдемі болмай шығуы мүмкін. Сондықтан да кішкене тығыз салғандарыңыз дұрыс. Тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағат қатырып аламыз. Тура видеодағыдай барлығын саламыз. Қалған джентімізді пакетімізге салып, формалар дайындап шығамыз. 4 бұрышты етіп, тоңазытқышта кем дегенде 2-3 сағатта қатырамыз. Біздің джентіміз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңызша кесіп шығасыздар. Әртүрлі формада кесуге болады, өз қалауларыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, сіздерге ұнап жатса, шынайы пікір, лүпіл қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.